қолынан ұстап. Жүкшіге. Енді Мека апамызға артына келген Қуандық ағамменен Гүлзафира жеңгемнің сый-сияпаты бар. Тыңдаңыздар, тыңдаңыздар. Говорит Москва. Я. Енді арнайы Мека апамызға сый-сияпат мінекей қабыл алыңыздар. Екеуіңізге бір итір екен. Ойнай батырымыз ойна ағай шапар. Тоқтықшы. Ойнай батыр ойбай тоқтат стоп. Қазір бидің көгесі болады ағай шапа. Бидің көгесі болады. Бір шапанмен орамалға шаттанып қалатын апаларым-ай. Енді одан да күшті сыйлық екеуіңізге бірдей путевка. Екі апамызға путевка. Құрметті, қымбатты да құрметті анамыз Бөкенбаева ұлбала, сізге тынығу, сауығу, жадырағатын сезінетін ерекше демалыс дейміз. Бұл жолдама өзіңізге деген сүйіспеншілік пен алғысымыздың кішкентай бір белгісі. Әр күніңіз шипаға, қуанышқа, тыныштыққа толы болсын. Жан дүниеңізде, денсаулығыңызда жаңарып оралыңыз. Сүйіспеншілікпен қуандық Гүлзафира. Арнайы Ақниет шипа клиникасына 14 күндік шипажайға, Ақниет шипаға күніне 30 мыңа, пожалуйста, өздеріңіз білесіздер көже. Ол үлгі қоятын. Сіздікінде оқиын ма? Апамдікінде оқиын. Қымбатты да құрметті жеңгем абысыным Өтегенова ағайша. Сізге тынығу, сауығу, жадырағатын сезінетін ерекше демалыс дейміз. Бұл жолдама өзіңізге деген сүйіспеншілік пен алғысымыздың кішкентай бір белгісі. Қайныңыз бен келініңіздің атынан Ақниет шипада ешқайда шығып кетпей, ат души сол жерде врачтар мен медсестралардың қанын ішіп, ағайын туысқа реклама жасап суретке түсіп, жіберіп демалып жатыңыз. 14 күніңіз 14 күндік шаттыққа толы болсын. 14 күнде әппақ ақ маржандай болып отбасыңызға оралыңыз дейді. Ойбай, қуандық көңілім астына бет жазып қойыпты. Жише, шалтауып алма деп жазып қойыпты. Сосын қуандық көңілім тағы бет жазып қойыпты. Жише, неқсам мен де шешеме қарайлап жүріңіз, оны да шалтауып алмай, үйге аман-есен оралсын, пенсиясын құртып қоймасын дейді. Әдемі естелікке суретке түсіріп алыңыздар.